Ассалаумағалейкум, құрметті достар, менің атым Ертай Қуанышев. Біз CSS бойынша курсты бастаймыз. Бұл CSS дегеніміз бірінші не? Мен бірінші соны айта кетейін. Енді бәріміз білетін шығармыз, кез келген сайтта HTML кодтар қолданылады. Енді соның ішінде мысалға біз сайтқа кіретін болсақ не көреміз? Әдетте суреттер, видеолар, батырмалар, форма, немесе сол сияқты әртүрлі элементтер. Осының көбі CSS көп болғанда, қазіргі заманауи сайттардың бәрі CSS пен әдеміленеді. Яғни CSS деп отырғанымыз бұл құжатты, HTML құжатты, сайтты әдемілеу үшін қолданылатын бұлай белгілеу тілі деп мен өз тіліммен айта берейін. Енді Википедиядан ол туралы оқып алсаңыз болады. Жалпы қарапайым тілмен айтатын болсақ осы. Енді мысалға өмірде бір мысалмен алатын болсақ, HTML мен CSS бір-бірімен тікелей байланысты. HTML деп отырғанымыз мысалға үйді алатын болсақ, үйдің кірпіштерін алайық мысалға. Тас кірпіштер болады, кәдімгі не деуші еді мысалға, сондай кірпіштер болады, тас кірпіштер, соны мысалға HTML мен алсақ болады, HTML мен салыстырсақ болады. Мысалы үйдің негізгі іргетасы сол сондай блоктармен қаланып шығады. Ал одан кейін мысалға ішіне сыбайсың, оны сыртын әктейсің, ішін әктейсің, шпаклевка жағасың, в общем, сыртын бояйсың, ішін әдемілейсің, обой жапсырасың, в общем, солардың бәрін мысалға CSS пен салыстырамыз. Немесе адамның қаңқасын алайық. Адамның қаңқасы болады, енді мектепте биология сабағында жалпы неше түрлі адамның қаңқасын көрдік қой жалпы бәріміз. Соны мысалы адамның қаңқасын алатын болсақ, ол HTML мен салыстыруға болады. Ал біздің бұлшық етіміз бар, внешний вид, мысалға көзіңнің түсі бар, шашыңның түсі қандай, тырнағың түсі қандай, бұлшық ет бар, соның в общем бәрі адамның түр келбетінің бәрін CSS пен салыстыруға болады. Яғни сайттың негізгі стилі осы CSS пен істеледі. Яғни бұл веб дизайнмен тікелей байланысып жатыр деген сөз. Енді түсінікті болу үшін мен өзімнің блогымды алайын. Мысалға, қалай ойлайсыз, мына блог әдемі жасалған ба? Міне осындай, мына жерде бұған біраз адам кіреді. Мен өзім жазатын блогым бір 2 жылдан бері, 2016 жылдан бері жазам, қазір 2018 жылдың уже жартысы болып қалды. Мына жерде мысалы посттар салып отырам, ал бұның дизайны қалай мысалға, әдемі ма? Әрине, бұл ішінде көзге дым ыңғайсыз бірдеңелер, мынау сілтеме, әйтеуір қай жерде не бар, дұрыс түсініксіз бұл. Яғни мен бұл жерде CSS-ті алып бастадым. Ал енді мен осыған HTML, бұл чистый HTML-ді істелген. Енді мен осыған CSS-ті қосам, CSS-ті алып бастап едім, мына плагиннің көмегі арқылы, енді CSS-ті қосатын болсам, ол міне дәл осылай көрінеді. Енді өзің салыстырып көріңіз, жаңағы HTML, мынау CSS. Яғни жаңа айтқанымдай, адамның қаңқасымен, бұлай аппақ енді қаңқасымен, бұлшық етпен қосқанмен бір дейді бұл. Яғни көзге өте ыңғайлы көрінеді мына жерде. Дизайны бар бұның деген сияқты. Мына жерде қай жерде түсі қандай, соның бәрін CSS пен істеледі. CSS пен бұл жерде бәрі CSS пен тәуелді. Мысалға мына әріптің мысалға көлемі қандай. Асты мен мынаның арасы қанша. Мына басты бет пен курстар деген сөздің арасы қанша. Мынаның тұсы қандай. Мына жерде не көрініп тұр, соның бәрін CSS мен істеледі. Мына суреттің көлемі қанша, бұлай көлемі қанша болады. Сосын мынаның үстіне апарған кезде түсі кішкене өзгереді. Ол қандай түске өзгереді? Немесе қандай шрифт қолданады бүкіл сайтта? Қандай, мысалға, мынау мен мынаның қисайған кішкене, осы қисықтығы қанша, бұның бәрі CSS пен істеледі. Енді біз CSS-ның жалпы не екенін түсінген болармыз, сондықтан келесі сабақтан бастап тәжірибе жүзінде жұмыс жасайтын боламыз. Бүгінше бірінші сабақта енді теориямен біраз түсіндіруге тырыстым, тағы да интернеттен қарап көрсеңіз болады, бірақ мен өте қарапайым тілмен түсіндіріп тұрмын. Жалпы осымен сабақты аяқтаймын, келесі сабақта кездескенше.